көшеге шығып жан айқайды айту бұл құпталған мәселе. Нағыз демократия ислам дінінде. Дегенмен көшеге шыққаннан кейін оның әдептері болады. Талдарды сындырып, көліктерді өртеп, ғимараттарды қирату бұл әдепсіздік. Қашан әдепсіздік жасалған кезде ол жерге Алланың көмегі болмайды. Ол жерге шайтанның әскері келеді. Халықтың негізгі мақсаты әлеуметтік жағдайымызды көтеріп, болашақ ұрпақтың алдында жарқын күн сыйлау. Сол мақсатқа жету үшін әдептен аттамауға шақырамын. Мен халықпен біргемін. Отанды сүю иманнан, еліміз тыныш, жұртымыз аман болғай.